Гайморит мұрын қуысының қабынуынан болатын қауіпті сырқат. Оны асқындырып алмау жолдары туралы маман кеңесін ұсынамыз. Гаймориттің менингитке әкелетін қаупі бар болғандықтан, өз бетінше емделмей, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінген абзал. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Мұрынды кез келген тәсілмен булауға болмайды. Өйткені біріншіден, шырышты күйдіру қаупі бар. Екіншіден, мұрын қуысында ірің жиналса, ауруды асқындыруы әбден мүмкін. Сол үшін де гайморитке шалдыққанда дәрігерге қаралып анықтап алу қажет. Диагностика үшін тиісті анализдер алынып, мұрынның риноскопиясы жасалады. Кеңсіріктің қосалқы қуыстары рентгенге түсіріледі. Бұл ауруды антибиотиктермен және әртүрлі ерітінділермен мұрын қуыстарын жуу арқылы емдейді. Мұрынға арналған тамшылар мен физио-ем тағайындалады. Гайморит әбден асқынып кеткен жағдайда ғана дәрігер инемен тесу не ота жасау арқылы ем жасайды. Мұрын қуысын тесіп жуу емдеудің ең ауыр және басқа ем нәтиже бермейтін жағдайда қолданылатын түрі. Егер дәрігер қабынудың себебін дұрыс анықтаса және дұрыс дәрі-дәрмектерді ұсынса, бұл тәсілге жүгінудің мүлде қажеті жоқ. Гаймориттің пайда болу себептері: суық тию нәтижесінде мұрынның ұзақ уақыт бітелуі, вирустар, вирус жұқпасынан болған гайморит қалыпты ережве сияқты өтеді. Аса емделуді қажет етпейді және көп жағдайда өздігінен жазылады. Бактериялар: мұрын қуысының бактериялар жұқпасынан болған гайморит әлдеқайда қауіпті, себебі кеңсірікке көп мөлшерде ірің жиналып, тыныс алу жолдарын бітейді. Соның салдарынан вирустар әлсіреген басқа дене мүшелеріне әсер береді. Дер кезінде емделмеген тіс жегісі, яғни кариесте гайморитке әкеліп соғады. Ауру қабынған қан тамырларының әсерінен де әбден болуы мүмкін. Инфекциялар: қан арқылы ағзаға түскен инфекциядан гайморит пайда болуы мүмкін. Бұл көбінесе балаларда кездеседі. Аллергендер: аллергиядан пайда болған гайморит аса ұзақ уақытқа созылып, науқастың дұрыс тыныс алуына кедергі келтіреді. Дәрігердің айтуынша, бұл дертпен адамдар көбінесе суық мезгілде ауырады, яғни қыс және көктем, күзде гайморитпен сырқаттанудың қаупі өте жоғары. Әсіресе жеңіл киініп, денсаулығына немқұрайлы қарайтындар ауруға тез шалдығады. Сондықтан гаймориттің алғашқы белгілерін байқаған соң, бірден дәрігер мамандарға көрінгенің жөн. Гаймориттің белгілері: ұзақ уақытқа созылған мұрын ауруы және бітелуі, көздің жасаурауы, басты төмен еңкейткенде маңдай тұсының солқылдап ауруы, дене қызуының 38 градусқа дейін көтерілуі, кейде созылмалы гайморит кезінде дене температурасы қалыпты болады. Әлсіздік пен тез шаршау, мұрын қуысының үнемі бітіп тұру салдарынан оттегі жетіспеушілігі себепті жағымсыз сезімдер пайда болады. Тәбет төмендеп, көңіл-күй нашарлайды. Мұрыннан сары-жасыл түсті сұйықтықтың көп мөлшерде бөлінуі, бет сүйегінің ауыру сезімі. Бұл әсіресе қабынған жақ тұсынан байқалады. Кейде осы негізгі белгілерге ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тіс пен құлақ ауруы қосылады. Хирург Әділхан Бахановтың айтуынша, гаймориттің тұқым қуалайтын ауру. Мұрын қуыстарының анатомиялық орналасуы ген арқылы беріледі. Демек, ата-ананың бірі бұл сырқатпен ауырса, балаға да берілуі әбден мүмкін. Мұндай жандар гаймориттен сақтану жолдарын қатаң есте ұстау керек. Олар салқын тигізбеу, тұмау ауруының кез келген белгісі байқала саласымен емдеу және салауатты өмір салтын ұстанып, иммундық жүйені ұдайы нығайтып жүру. Гайморитпен ауырғанда ағзаға физикалық күш түсіруге болмайды және физио-емнен соң суыққа бірден шығуға тыйым салынады. Гайморитті үй жағдайында емдеу жолдары:
Лимонды шырымен мұрын қуысын жуу. Бір тал лимонды бір стақан қайнаған суға қосып, шприцтің көмегімен кезек-кезек танау қуысына жіберу керек. Судың температурасы қанжылым болуы шарт. Картопты қабығымен қайнатып, суын төгіп тастап, басыңызды бүркеп, картоп буымен тыныстаңыз. Барынша мұрынмен демалған жөн. Ескере кететін жайт, бұл қатты ыстық болмауы тиіс. 10 шақты лавр жапырағын қайнатып, үстіне біраз қасық ас содасын және осы мөлшерде ас тұзын қосып, жылы күйде мұрын қуысын жууға болады. Ескеретін жайт, мұрын қуысын жуған соң далаға шығуға мүлде болмайды. 1 шай қасық глицеринді 4 шай қасық сумен араластырып, үстіне 10 тал мумия таблеткасын ұнтақтап қосасыз. Жақсылап араластырып, күн сайын 3 мезгіл мұрын қуысына тамызу керек. Емдеу курсы 3 апта. 5 күн үзіліс жасап, қайталау қажет. Табиғи таза балды зәйтүн майымен тең мөлшерде алып, жақсылап араластырып, шалқаңыздан жатқан бойда әр танау қуысына 3-4 тамшыдан тамызу керек. Бұл емнен соң барынша 2 сағаттай далаға шықпаған абзал. Егер температура жоғары болмаса, таза ауамен демалып, серуендегенде ем болады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.